Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі тойымды тағамның түрін ұсынамын. Нан салма. Бізге керекті заттар алдын ала турап дайындап қойдым. Картоп, ет, сәбіз, пияз және де томат пастасы немесе салатты қолдансаңыздар да болады. Майымызды қыздырып, етімізді салып, етімізді қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Содан соң үстіне пияз саламыз. Пиязымызды салып, араластырып аламыз. Содан соң сәбіз, картоп барлығын осылай кезекпен сала отырып, жақсылап қуырып аламыз. Мен осылай салатты қолдандым. Жарты пиала. Сіздер томат пастасын 2 қасық салсаңыздар болады. Содан соң осылай қатырылған болгар бұрышынан 2 дана салдым. Содан соң приправа дәміне қарай сала берсеңіздер болады, өз қалауларыңызға байланысты әрине. 1 ас қасық приправа және де 2 ас қасық соя соусын құямыз. Содан соң аздап тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір дана лавр жапырағын салып, үстіне аздап су құямыз. Осымен подливымыз дайын, бетін жауып, баяу отқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. 1 дана жұмыртқа және де 1 пиала су, 1 ас қасық тұз салып, жақсылап қамырымызды елеп аламыз. Әрине ұнды електен өткізіп аламыз. Қамырды кішкене қатылау етіп елеміз. Сонда қамырларыңыз езілмей әдемі болып шығады. Осымен қамырымыз дайын, бетін жауып, 15 минут қалдырып, 15 минуттан соң тағы да бір елеп қоямыз. Міне осымен қамырымыз дайын болды, енді жая берсек болады.
Қамырды жайған кезде екі шетін ғана, оқтаумен екі шетін ғана басамыз. Сонда қамырларыңыз әдемі болып шығады. Ортасы қалың, жұқа болып қалмайды. Сол себепті қамырды жайған кезде екі шетін ғана баспай жаятын боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді ортасынан кесіп бөліктерге бөліп аламыз. Міне осылай майдалап салсаңыздар да болады, немесе бешбармақтың қамыр ұсатып үлкен етіп салсаңыздар да болады. Суымызды алдын ала қайнатып, тұз салып, қамырымызды салып аламыз. Міне уже салдық. Подливымыз осымен тамағымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.